кабыгын өртеу. Ва кансул байти билминдел филлайл, түнде үйді сыпырғымен сыпыру. Ва таркул кумамати фил байт, үйде жиналып қалған жаңа мусор дейміз ғой, оны тәрк етіп, яғни қалдырып қою. Вал маши куддамал машайих, машайихтардың алдына, жасы үлкендерді айтады машайих деп, қарияларды айтады. Немесе машайих деп үлкен алым шайхтарды айтады. Солардың машайихтардың алдына түсіп жүру. Ва нидаул валидайни бисмихима, ата-ананы өз атымен атап шақыру дейді. Яғни жаңа сенсіреп, ата-анасын атымен атайтындар бар ғой. Бұл да кедейлікті шақыратын нәрсе екен. Вал хилалу би кулли хашабатин, әрбір хашаба деп жаңа ағаштың сынығын айтамыз ба, бір нәрседен үзіп ала салып, талдан жұлып ала салып, әрбір нәрсені шөппен дейікші, әрбір шөппен ризықты шақыратын, ризық несібені шақыратын нәрселер жөніндегі бөлім, және сол ризықты кесіп қоятын, яғни ризықты тоқтатып қоятын нәрселер. Өмірді ұзақ қылатын, немесе сол өмірді қысқа қылатын нәрселер жөніндегі бөлім дейді. Ван науму уриянан, жалаңаш ұйықтау. Вал баулу уриянан, жалаңаш дәрет сындыру. Вал аклу жүнубан, жүнүп халінде тамақ жеу. Жүнүп деп әлі ғұсыл алмай тұрып. Вал аклу муттакиян ала джамбин, және бір жамбасына сүйеніп отырып тамақ жеу. Ват тахауну би суқотил маида, дастарханға түсіп қалған жаңағы нанның майда ұсақтарын жеңіл санау дейді. Керісінше сол дастархандағы нанның майда ұсақтарын теріп жейтін болса, ол ризық несібені көбейтеді. Ва харқу қишрил басоли вассум, пияздың, сарымсақтың жеңіл санау, бір істерді жеңіл санау. Күллу залика юрисил фақр, осы нәрселердің барлығы кедейлікті алып келетін нәрселер. Бекерге емес қой, біздің ана үлкендеріміз, бұрынғы аталарымыз ананы жасама, мынаны жасама деп, мәселен, табалдырыққа отырма, сүйеніп отырма, жағыңды таянба деген нәрселердің барлығы ол жайдан жай емес та. Кей кезде анау кейбіреулер бірден ол ырым деген шариғатта жоқ деп шыға келеді. Жоқ, кейбір сол қазақтың ырымдарының шариғатта негізі бар екендігін міне біз осындай кітаптардан білеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Үрлеп өшіру, жанып тұрған жаңа шамды үрлеп өшіру. Күллу залика юрисул фақра, осының барлығы кедейлікті алып келетін нәрселер дейді. Урифа залика